бірте-бірте ұзап бара жатырған. Осынау бұрауы хатты жылжымалы дәуірдің сұрауы көп құшағына ойшаң үлсек. Берісі ұлт пен ұрпақтың, арғысы адамзат баласының құндылықтарын молайтуға, өмірін сарп еткен, асыл азаматтар қалдырған мол мұралармен жолықсамыз. Оңайбай Көшеков, есімі елесінен сөнбеген, бар ғұмырын ақжайық жағалаған қалың елдің дәулетін асқақтатуға, олардың рухани кеңістігін қорғауға арнаған, кескекті дәуір сомдаған, кесек мінезді, кемел ойлы көшбасшы. Тұла бойы тазалықтан, айнымас адамдықтан, мөлдір мейірімдіктен жаратылған көкірегі ояу Көшеков, кеңшарлар мен аудандарды басқарып кемелденген соң, Гурьев облыстық атқару комитеті төрағасы қызметіне тағайындалды. Бұл кеңес саясатының айтқанның аузын, іскердің ізін бағуы әлі толастамаған, көлеңкесіне дейін күйіп тұрған 1970 жыл болатынды. Ой серпіні сұңқардай, ой өрісі оғлан, Гурьев облыстық партия комитетінің бірінші басшысы Саламат Мұқашев бастаған команданың сапында 7 жыл бойы бойындағы білімі мен білігін туған өлкенің өркендеуін арнады. Маңдай терлеп мақсат мүдделері сан түрлі кедергілерге кездесіп жатырғанымен, сол жылдары Гурьев облысы аймағында алып кәсіпорындар шоғыры бой көтерді. Гурьев Астрахань темір жолының пайдалануға берілуі, Авангард жаңа мөлтек ауданының іргетасының қалануы, химия заводында полиэтиленнің жаңа маркасының шығарылуы, тағы басқалары ел назарын аударған жаңашыл істердің бастамасы еді. Оңайбай Көшекұлы 1977 жылы бұрындай тарқатылған Бұлажайық бойындағы ауыл шаруашылығы табысты, жерасты қойнауы қазыналы Гурьев облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы болып сайланды. Алғаусыз ашық жаратылыс иесі, мәртебелі мансапқа ие болғанымен, табиғаты сыйлаған қарапайымдылығы мен кісілігін жоғалтпай, жетістіктер мен жеңістерге өз халқымен бірге жету керектігін өзінің өмірлік кредісі деп санады. Ол осы орайда әйгілі Әл-Фарабидің өзі қажет деп тапқан істі жүзеге асыруға келгенде шебер шешімпаздық танытып, бұл шақта қорқынышпен жасқану дегенді білмейтін бір беткей, батыл болуы міндет деген қағидасын үнемі алға ұстанды. Жаңа басшы облыстың қаржы қоржынын толықтыру үшін Ембі ойпатындағы мұнай өндірісінің қарқынын арттыра түсу қажет деп түйіндеді. Еділ жайық арасынан жаңа мұнай көздерін ашуды, ол үшін геологиялық барлау, бұрғылау жұмыстарын тездету және сапасын жақсарту үшін мұнай саласы басшыларымен бірге көшпелі кеңестер ұйымдастырды. 70 жылдар 2.230.000 тонна мұнай өндіретін облыс бойынша. 79 жылы 4.432.000 тонна мұнай өндірдік, 2 есе өсті. Соған министерство, одақтың министрі жаңағы өзінің қызыл туын аяқсылай сыйлығын беріп әтімет етті. Сонымен қатар жаңағы 79 жылда теңізшевройл көз ашылды. 1979 жылы Кеңжілойдың қазыналы даласынан терең қабаттағы ірі көлемдегі мұнай фонтаны атқылап, бүгінгі әлем көз тіккен теңіз кенішінің негізі қаланды. Болашағы зор алып кенішті игеру мақсатында облыс билігінің тікелей араласуымен
шетелдік алғашқы инвесторлар тартылып, Мәскеуге бірден бағынатын теңіз мұнай-газ өндірістік бірлестігі құрылды. Қара алтын өндіруден түскен пайданың барлығы дерлік одаққа қосылуына орай жергілікті жерге бөлінген қасықтай қаражатты тиімді пайдалану тәсілдері ойластырылып, сауатты экономистердің болжамдары сарапталды. Соның нәтижесінде көшелері көне заманды елестететін қаланың өміріне қан жүгірді. Қаланың көркіне айналған 9 қабатты Ақжайық қонақ үйі, облыстық драма театры, әуежайдың ұшып-қону алаңы, астық өнімдері комбинаты, темір жол вокзалы, автовокзал, өнерпаз тұрмыстық үйі, 100 орындық перзентхана, облыстық өкпе аурулар емханасы, тағы басқалай ғимараттар бой түзеді. Мобил құрылыс комбинатының ашылуына байланысты Авангард және Привокзальный мөлтек аудандарында тұрғын үйлер көптеп салынып, жергілікті қала халқын жаңа пәтерлермен қамтуға айқын жол ашылды. Қала орталығында Гурьев мұнай өңдеу, химия және Петровский атындағы машина жасау заводтары, облыстық автотрест мекемелері сынды үлкен өндіріс орындарының жүк көліктері қозғалысын реттеу мақсатында Привокзальный немесе айналма көпір атауына ие жаңа көпірдің салынуы қала жұртшылығын ризашылыққа бөледі. 1983 жылы Мақат Индер темір жол құрылысы басталып, ұзындығы 177 шақырым Гурьев Индер электр желісі, 500 шақырымдық Еділ Маңғыстау магистралы, орталық газ құбырынан Гурьев Индер құбыры пайдалануға берілді. Балалығын шопан болудан бастаған өңір басшысы азғыр мен тайсойған арасындағы нарын бойындағы қаптаған төртлік малды аман сақтап, ауыл шаруашылығы саласын өрге бастыруда да үлкен ұйымдастырушылық қырынан көрінді. Аймақта құнарлы мал азығын өсіретін Ақтоғай, Жалғансай, Ақжайық және сүт пен жеміс дақылдарын өсіретін 21-ші партсъез Көптоғай кеңшарлары құрылып, облыс картасында келбеті жаңарған жаңа ауылдар бой көтерді. Каспий теңізі арнасы мен Жайық өзенінен су маржанын аулауға Гурьев балық консерві комбинаты мен Қиғаш пен Жайық бойындағы балық колхоздарының балтатыған өнімдері батыстағы кішкентай қаланың атын әлемге әйгіледі. 15 жыл бойы облыс тізгінін сеніммен нық ұстаған болмысы бөлек тұлғаның артында әлі де айтылмаған қаншама құнды бастамалардың, көпшілік көз алдында атқарылған шоғыр істердің мәңгі өшпес іздері жатыр. Шарболаттай шыңдалып, шалқар шабыттың шырқау биігіне көтерілген Оңайбай Көшекұлы тындырылған барлық істі мен істедім дегеннен аулақ болып, өзі тұғырын қашап, іскерлікке баулыған жас кадрларының ортақ табысына болады. Кеуде керіп көсемсімет, керісінше алдағы ағалар тобының адымына қарап, қадам жасауды қанағат тұтты. Ғұламалар саналғандардың ойын оқуға, естігеніне көз жеткізіп барып сенуге дағдыланды. Кеудесі күмбір, оң екен Көшекұлы абыз, ақсақал жылдарына жеткен соң, өткен ғұмырнамасына шегініс жасап, адалдықпен, арлықпен қызмет жасауыма, ұлт көсемі Дінмұхамбет Ахметұлы Қонаевтың кемеңгерлік қағидалары, биліктен биік тұлға, Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновтың тәуекелшілдігі, айнымас досым Өтешқали Дүйсенғалиұлы Атамбаевтың алғырлығы үлгі болғанды деп айтып отырушы еді. Жан дүниесі әдебиет пен мәдениетке ғашық Оңайбай Көшекұлы, халық ақындары Әбу Сәрсенбаев, Хамит Ерғалиев, қара сөздің шебері Зейнолла Қабдолов, халық әртісі күйші Әзидолла Есқалиев, белгілі термеші Ғарифолла Құрманғалиев және басқа өнер қайраткерлерімен достық қатынас орнатып, жан дүниесін рухани жаңғыртып отырды. Талабы сындарлы, талғамы озық Оңайбай Көшекұлының тынымсыз еңбегі мемлекет тарапынан үнемі зор құрметке бөленіп, Ленин, құрмет белгісі,
3 мәрте еңбек қызыл ту, тәуелсіз қазақ елінің құрмет ордендерімен және бірнеше медалдармен ұлығыланды. Туған өлкесінің текті перзентіне Атырау облысы, Атырау қаласы және Махамбет аудандарының құрметті азаматтары атақтары берілді. Ол Қалел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік және Сапи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеттерінің құрметті профессоры. 2019 жылы қаламыздағы аграрлы техникалық колледж ұжымына, облыстағы білім мен ғылым ордаларының өркен жаюына оң көзқарас танытқаны және жас ұрпақтың санасына тәуелсіздіктің мәні мен мағынасын кеңінен насихаттағаны үшін ауыл шаруашылығы саласының ардагері Оңайбай Көшековтың есімі берілді. Отбасы деген от қызуы сөнбес әлемді, шаңырақ деген нәзік әрі шынайы ғаламатты, ажарына ақылы сай, жұбайы Айсұлу Иманғазы екеуінің жарастықта өткізгендеріне ел жұрты куә. Уақыт көшкен керуендегі боз маядай бұйдасын сүйретіп алға жылжып барады. Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, елтегі алсын қайдан кемеңгерін деген ұлағатты ұстанған облыс билігі мен біртұтас халқы биылғы жылдың алғашқы парағын мемлекет және қоғам қайраткері Оңайбай Көшекұлының 100 жасқа толу шарасымен бастап отыр. Оңайбай Көшековтың өнегелі өмірі туралы ғылыми конференциялар жоспарланып, ақпарат көздері арқылы оның өнегелі ғұмыр дариясын насихаттайтын көлемді мақалалар жарияланып, облыстық өлкетану музейінен көрмелер ұйымдастырылуда. Оңайбай Көшеков атындағы аграрлы техникалық колледжі басшылығы қолдауымен Агрофорум 2024 бағдарламасы аясында кең масштабтағы форум өткізумен қатар, қаладағы университет, колледж мұғалімдері мен студенттер арасында футболдан және волейболдан өткізілген шаралар да көпшілік қолдауын тапты. Туған өлкесінің кешегісі мен бүгін үшін сермесең семсер, қорғансаң қалқан бола білген қайраткер тұлға Оңайбай Көшековтың ғұмыр жолы жаңа ғасырдың жас ұрпақтары үшін жұлдызды темір қазық болып қала бермек.